Қыстың соңғы айы ақпан да мезгіл босағасынан аттады. Қазақша жыл қайыру бойынша ақпан тек қыстың емес, жылдың да соңғы айы. Өйткені дәстүрлі санаққа сай жыл басы наурыз. Ақпан қазақтың ақ ақпа, яғни боран деген сөзінен шыққан. Қыстың қаһарына мінетін кез нақ осы шақ болғандықтан халқымыз ақпанды екі ағайынды деп атаған. Ол ақ басқын мен ақ ақпа. Қатты суық, аяз, үскірік, дүлей борандар осы айда болады. Ақпан айында өтетін амалдардың бірі ақпан-тоқпан. Ақпан-тоқпан амалы 3-7 күндік қатты суық амалдың екінші атауы деп анықтама берген. Кезінде ата-бабамыз осы айда келетін амалды ақпан-дақпан 6 күн, аязымен 7 күн деген. Бұл күндері қар жауып, жел тұрып, боран болып аяз күшейген. Қыстаудағы мал баққан ел ауа райы қолайсыз болған соң ақпан айынан қатты қорыққан. Себебі үскірік аязға 4 түлік шыдамай жұтқа ұшырауы да мүмкін болған. Жалпы алғанда ақпан айы қыстың ең ауыр кезеңі. Енді бұл атаудың шығу тарихына тоқталайық. Ақпан мен тоқпан есімді ағайынды екі жігіт кезекпен қой баққан екен. Ақпан қой жайған күні күн райы кенеттен бұзылып, қоймен бірге далада үсіп өлген. Сол қыз жұтқа айналып, содан ақпан амалы қалған деседі. Ақпан-тоқпан амалы қазақ шығармаларында кездеседі. Жазушы Тәкен Әлімқұловтың Ақбозат романында алақан қышытып әпшімізді қуырған ақпан-тоқпанда өтті. Күн райы да сынып, арқамыз кеңей бастады. Асылбек бұрында менсінбей жүрген Мондыбас әйелін ақпан-тоқпан үскірігінде төркініне апартып салды деген жолдарға көз түседі. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің 1974 жылғы 1-ші томында ақпан-тоқпан 6 күн деген тәмсіл жазылған екен.